Бүгін Мұқағали Мақатаев атындағы номері 140 гимназияның тыныс тіршілігі қалың көпшілік қауымға таныстырылды. Мектепке кірген сәттен ақ балалардың терең білім алуы мен тәрбиеленуіне жабдықталған әр стенд ерекше көздің жауын алады. Өнер галереясына айналған мектепте балалардың білім алуына барлық жағдай жасалған. Оқушылардың қоңырау уақытын тиімді пайдалану мақсатында жаңа корпуста қазақ зиялыларының шығармалары, сонымен қатар мектебіміздің шәкірттерінің тырнақалды туындылары орналасқан үлкен дәліз бар. Ұстаз бала жанның бағбаны демекші, Алматының жыл мұғалімі 2020 кәсіби байқауының жеңімпазы Дәурен Наурызбайұлы шеберлік сабағын өтіп, іс тәжірибесімен бөлісті. Келесі көрініс мектебіміздің мәжіліс залында жалғасын тапты. Мұқағали театрының жас өнерпаздары ақын атамыздың өлеңдерін нақышына келтіріп орындаса, мектеп оқушыларынан құралған жетігеншілер ансамблі, домбырашылар, мұң бұралған бишілер өз өнерлерін көрсетті. Білім негізі бастауышта дегендей, бастауыш сынып оқушыларының ырым-тыйым, наным-сенім, ұлттық ойын, қазақша жыл атауы, сонымен қатар жолда жүру ережелері орналасқан стенд оқушылар үшін сайрап тұр. Өшпес ерлікті нышандайтын мәңгілік алау оты мектеп дәлізінде орналасқан. 2012 жылғы түлегі Сабира Жарасқызы келіп, өзінің жеткен жетістігінің кілті мектептегі алған білім мен тәрбиесінің нәтижесі екендігін айтып өтті. Үздік ұйым басшысы, құрмет орденінің иегері Сәния Өскенбайқызы 166 қызмет етеді. 2500 оқушы дәріс алады. Мектепте ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары өз деңгейінде дұрыс жолға қойылған. 140 балдың 139 балын алған шәкірт те осы мектептің түлегі. 2015 жылы және 2021 жылы Мұқағали мектебі Алматы қаласындағы ең үздік білім беру ұйымы жетістігіне қол жеткізді. Өз ісінің шебері, оқушыларының ыстығы ықыласына бөленген құрмет орденінің иегері Сафура Сәлімбайқызы, жыл мұғалімі, жыл сынып жетекшісі, алтын көмбе, білгірлер бәйгесі, сондай-ақ көптеген педагогтардың арасында өтетін, дәлірек айтсақ, үздік педагог, жас мамандар байқауының арасында түрлі жүлделі орындарға алып келе жатыр. Ал шәкірттеріміз додада ес бермей, республикалық, қалалық деңгейдегі, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі конкурстардың жеңімпазы атануда. Бұл ұстаз, ата-ана, оқушы үштігінің бірлескен жұмысының нәтижесі деп баға береміз. тарих пәнінің мұғалімі Дәурен Наурызбайұлы өздерінің іс тәжірибелерімен бөлісті. Менің өзбегімде менің қабылдауымда бұл мектепте қадам басқан әр мұғалім кездейсоқ келмейді. Поэзияға құрмет танытқан, өлең өлкесіне саяхат жасаған және қазақтың үнін, қазақтың тілін, қазақтың әдебиетін сезіне білген кез келген мұғалім үшін Мұқағали мектебі нағыз өмір мектебі. Жастық жалын берген, сол жалынға дарын берген және біздің ұстаздық ортада тануымызға ең үлкен ықпалын тигізген бұл мектеп бүгінде еліміздегі маңдайалды білім ордасы. Осы оқу ордасында ұстаздық етіп жүргеннен кейін де кейінгі жастардың осы ортаға қызығушылық танытып, шәкірттеріміздің тағылымына, мектептің өнегесіне, тәлім-тәрбиесіне, ұлттық құндылығына, білім сапасына теңдей қызығушылық танытқаннан кейін де бұл мектеп бүгіндері нағыз өзгермен брендке айналдыра берген білім ордасы ретінде танымал. Осы ортада ұстаздық етіп жүрген мен өзімді бақытты ұстаздардың қатарында десем, менімен бірге дәл осы ортада қызмет етіп жүрген жастар, жас мамандар шоғыры да өзінің болашақ өмірін, өзінің мамандығын мақтанышын деп қабылдап, қазақтың қоғамында, қазақ еліне, күллі шәкірттің сүйіспеншілігіне егілген, әркез ұдайы деп сенімді.